Біз кішігірім осы Бай Мұсылман жобасының қатысушыларымен жарыс өткізейін деп жатыр. Мен рекордын бұзды. Адам өзі. Достар, ассалаумағалейкум. Біздің YouTube каналымызға қош келдіңіздер. Бұйырса бүгін біздің YouTube'ымызда новый формат қосайын деп жатыр. Бізде білесіздер, Бай Мұсылман атты жобамыз бар. Сол жобаның қатысушыларымен қазір біз жексенбі күні тауда жиналып отырмыз. Бұйырса қазір біз кішігірім осы Бай Мұсылман жобасының қатысушыларымен жарыс өткізейін деп жатыр. Мына жерде примерно 20 шақты адамдар бар. Осы 20 шақты адаммен қазір медеудегі 836 қателеспесем лестницадан жарысатын боламыз. И одан кейін екінші этап бізде салқын суға түсу, үшінші этап ол жасырын болады. Бұйырса осы үш этаптан өткен адамға, топ бір адамға біз өзіміздің арнайы ақшалай сыйлығымыз бар. Бұйырса қазір лестницадан бастаймыз. Осындай новый форматты түсіргелі жатырмыз, Мистер Бист форматында. Так что біздің видеоны қолдап кетіңіздер обязательно, ал біз бастаймыз. Қазір біз лестницаның алдындамыз. Біз видеографпен бірге лестницаға бірінші шығып кетеміз. И сосын мына жақта екінші біздің видеоға түсіретін оператор мына кісілерге старт беретін болады. Бұйырса қазір бастаймыз. Кеттік, брат, шыға берейік. Бисмилlah достар, біз бастайын деп жатырмыз жарысымызда. Бәсекелестер өте мықты. В общем, жарыс жақсы болайын деп тұрсыз. Газ жігіттер, мен бірінші мінем. Жуан кене менкін. Миллиондан бастаймыз. Юсагаз бастаймыз. Көреміз, іспенделік. Газ жігіттер. Иншалла бірінші орын. Үздік бестіктің ішіне кіруге Ротбарқыда қалсақ. Көрсе бесіктің ішіндеміз. Алла қаласа үштіктің ішіндеміз ғой. Топ құрғып деген. Негізінде мына лестницаға шығу оңай емес. Мен өзім личный рекордым 8 минутта шыққан примерно. Обычный адам бір 12-13 минутта шықса, ол вообще күшті. Спортсмендер бір 7-8 минутта шығуы мүмкін. Сол үшін қазір балалар басында жүгіріп бастаған балалар ақырында талады ғой, короче. Сол үшін бұл жерде жүгіріп бастамау керек. Кеттік. Жігіттің бәрі стартта тұр. Жарыс ойына отыр. Жігіттер деп қойсаңдар. Отқан адамнан бір кофе от меня ма? Бізде Айдархан көтеріліп кетті. Қазір мен секундомер қосамын. И осындай топ бала дайын тұр. Қазір старт дейміз. Үстемізді бастаймыз. Давайте. Короче, басында асықпай шығамыз. Сосын тактиканы көреміз. Бәрін настройы мощный. Қазір енді бұйырса көреміз, кім бірінші орын алады екен. Өте қызық болып тұр. Алғашқы бестік бәрі заряжены, бәрі бірінші орын алған деп шыққан балалар болатын. Вот, енді өте қызық болып тұр енді негізінде. Бұндай турнир негізі ешкім ұйымдастырмаған. Так что наблюдайте, қызық болады. Біз финишқа келіп қалдық. Енді алғаш келетін 5 адам күтеміз. 5 адам келесі деп қойды. Ема, бұл аяқ отказ. Сұмдық батыр. Мен алдында 5 адам кетіп отыр. Алдын жауып кетіп баратым. Жай шыққаны өзінен қиналып кеттім еліп. Давай, до конца қайтпаймыз. Біздің уже бірінші адамдар келе жатыр ана жерде. Анау жерде. Бізде Димаш қой деймін аты да? Бірінші келе жатыр. Біздікі ма? Ой, брат. Бірінші орын. Екінші орын. Екеуі почти бірдей келді негізінде. Аршалар, красавчик. Жігіттер темір. Брат, есің кім? Жаңқожа. Кім? Жаңқожа. Нешінші жылғысың? 2006. Димаш. Үшінші адам Рустем. Ой, лучший брат мой. Мастер спорта по боксу, короче. Үшінші орын. Екі адам қалды. Біздікі ма? Төртінші орын. Кім? Мирас. Бесінші орын. Кім? Рахымжан. Рахымжан красавчик. Ораз алтыншы келе тұр, Ораз, родной, мә. Алтыншы келіп қалдың ғой сен, Ораз. 5 жыл ма не? Родной, мә. Сәлек кеш қапсың, ма? Что там, Ораз? Барын салдың да? Ойна шықты кәнгі. Қойш? Дагенса. Екінші турнирға өте ме алдың, родной? Ощущение қалай тема, ма? Молодец, красавчик. Ой, родной мой. Как ты? Молодец. Қалай шақырады ба? Машча болды. Түрге қарсы орын сияқты. Молодец, красавчик. Оңай болған жоқ. 7-ші орын. Сен 7-ші екенін білесің ба? 7 келе салдым.
Бізде уже топ 5 анықталды. Қазір бұйырса осы топ 5 баламен ары қарай біз салқын мұздай суға шығамыз. Бізде Шымбұлақта қазір минус 23 градусты көрсетіп тұр. Минус 23 градуста қазір ағып тұрған таудың суына түсетін боламыз. Солай. Қазақ еркектер деген атқа лайық болуымыз керек қой жігіттер. Алейкум ассалам. Бізде YouTube видео жүріп жатыр қазір. Керемет болып жатыр. Қазір жарыс ұйымдастырып жатыр. Сондықтан ақша істеп жатыр. Ой, керемет. Керемет. Осындай мотивационный нелер жігіттер арасында болу керек қой. Жалпы жігіттер, давай бір қоғам құрайық та, сол қоғамға бар ғой, ана ақша салып, осындай жарысқа түсетін жігіттердің бәрін мотивация. Әйтпесе қаншама кісілер бар ғой, ауру жүр ғой, иә. Сол аурудың алдын алатын еді. Сол ауруға берген ақшалардың бәрі бос кетіп жатыр ғой, шетелге кетіп жатыр. Да, ерте тұрайық. Бүкіл халық деніміз сау болады. Ешқандай дәрі-дәрмек ақша жұмсамаймыз, ең басты. Екінші біздің турниріміз ол мына салқын суда отыру. Қазір погода бізде минус 20 градус болып тұр далада. Су примерно плюс-минус 1-2 градус болуы мүмкін. Так что біз бастаймыз. 5 адам осы жаққа қазір кіретін болады. Димаш, қанша минут тұрамыз деп ойлайсың? Енді Аллах бұйырса 1,5 минут тұрамыз деп отырық. 30 секунд тұрсам болды, өз-өзімен жарысам. Иншалла, до конца ғой. 5 минут? Рүстемнің сопернигі. Давай, удачи. 10 минут тұрамыз. Ей, нау. Мен рекорд бұзам деп ойлайсың ба? 10 минут па? Жазық. Ақша жоқ қой. Давай, брат, тәттірік. 10 минут тұрамайды, жігітке айтамын, да? 10 минут тұрасық та, тұрсамыз енді. Мен өзім ойлаймын, лично. Рүстем? Ей, ай, қарамаса. Рүстем, таңғы жатыр деп ойлаймын. Или Димашқа. Жігіттер кіргендер. Кет. Кетті, старт. Старт кетті. Все, удачи, жігіттер. Қақамандық. Денсаулық басы, ешкі қатты қинамаңдар. Өздеріңді. Bir minut 13 sekund. Красавчик! 1 minut 13 sekund. Бірінші адам. 30 секунд тұрсам болды, өз-өзімен жарысам. Басқа ешкім жарысам. Аяқ мұшы қатып отыр, қазір аяқ мұшы қатып баса, дене жылы бастайды. Диктор денсаулық байқаңдар ең баста. Бағымыз денсаулық 20 мың теңге деп. 20 мың теңге не істетмейді? Миллион. 6,5 минут болып қалды. Диктор мен сіздерге андай нәрсе ұсынғым келіп тұр. Қазір шыққан адамға 1000 теңге беремін өзім. Призовой фондтан бөлек 1000 теңге. Таңғас, диктор таңғасын ақсыз. 6,5 не вариант сендер ортасына бір ақ адам ұтады ғой, лучше қазір 1000 теңге алып кеткенде. Мен шықтым, болдым да. Енді Аллах бұйырса 1,5 минут тұрамыз деп отырық. 1,5 минут тұрам дедім, Аллаға шүкір. 7 минут тұрдық. Все, адам өзе. Қараңдар, сендерге мынандай ұсыныс бар. Сулифа ойнасаңдар, кім сулифа ойнайды, сол келеді короче. Ұтылған. Осы кетті ғой. 10 минут, ема, мен рекордым бұзды ғой жігіттер, ебан. Сулифа! Ема! Ол бізге оттар 10 минут, 30 секунд. Ебан! Диктор, өз атынан 5 теңгеден адам 2 жігітке. 10 минут 40 секунд отырды ғой. Екі соңғы 2 жеңімпаз, қазір 3-ші турнир басталады бізде. Тема мәдіктер. Красавчик, брат! Қандай ощущение болды, брат? Өте керемет. Судан шыққаннан кейін тоңу деген. Бағана айтса, не үшін беріліп қойдың бірінші сызға сразу? Мықты екен ана шеш, натуры мойындарын шеуін дым сезіп тұрған жоқ. 10 минут тұрды ғой жігіттер. Біз 7 минут тұрғанымызға ризамыз. 1,5 минут тұрамын деген ой болған негізі. Бірақ 7 минут мен үшін абырой.
Ал енді соңғы финалисттер бізде 3-ші турымыз басталады. 3-ші турымыздың жеңімпазы бізде Рүстем және де Рахымжан мырза. 3-ші турымыздың условиясы ол мына жерден бастап үстіге қарай 100 метровка жүгіреді. Жестко болып жатыр. Екеуі мощно дайындық. Екеуін қараңыздаршы, қандай дайындықпен кетіп жатыр. Қазір енді жестко болады. Соңғы бірінші орын қалды. Финалисттер. Алдыда енді осындай 100 метр бар. Бұйырса енді мықты ұтсын енді, мықты ұтсын. 1, 2, 3. Лучший. Брат, я в тебе не сомневался. Мен өзім боламын ғой деп. Рахмет. Сен сен отатып көріп қойдың, сен спорт көрсетіп отырсың. Ё-моё. Так, біздің 3-ші турымыз аяқталды. Жеңімпаз бізде Рүстем мырза. Рүстем, красавчик, молодец. 11 минут суда тұрып, лестницадан бізде 3-ші келді ме? 3-ші келді и жүгіруден 1-ші келді. Как и честно, призовой фонд бізде $100 болды. Брат, $100 саған. Кән, жіктер, дайте сюда. $100, ладно. Короче, бұл бізде бірінші жарысымыз осындай түсіп атқан. Бұйырса алдағы уақытта призовой фонд төліп кетеміз деген ойдамыз. Егер де видео қызық болса, егер де осы видео, жігіттер қараңыздар, егер де осы видео 100 000 просмотр жинаса, мен 100 000 теңге беремін, то есть $200. Машалла. Все, брат, не дейсің? Все, жігіттер, мен $100 ауысқан ақшаны алғашқы өзіміз кәсіпке жүрген жігіттеріміз тоже қайырымдылыққа жұмсайтын боламыз, иншаллах. Өте кіші 100 000 просмотр жинауға көмек аямаңыздар. Барымыз бай мұсылман болайық. Бізге қосыңыздар, жігіттер, алматылықтар. 20 000 теңге, $100. Қазіргі курспен. Машалла. Бұйырса, обязательно біздің YouTube каналға тіркеліп қойыңыздар. Instagram парақшасын қалдырамыз, барлық қатысушыларына шеде қатысып отқан. Бізді қолдаңыздар. Бұл жарысымыз чисто былайша айтқанда контент ретінде адамдарға пайдалы болсын деген мақсатта жасап жатырмыз. Все, ассалаумағалейкум. Біз сіздермен біргеміз.